Сәлем достар, под приложением танцевать новый проект деп таңдаймыз. Кіргеннен кейін видео, фото деп тұрады. Фотоның үстін бассаңыз, фото шығады. Бірыңғай немесе видеоны бассаңыз, видео шығып тұрады. Видеоны таңдап тұрып, сізге қосымша фото керек болса, фотоның үстін басып, осылай алуыңызға болады, немесе өшіріп тастайсыз. Добавить видео деп аласыз. Алып болғаннан кейін концовка деп тұр, соңында удалить етесіз. Удалить етіп болғаннан кейін ақты тартып бүйтіп жылжытасыз алға қарай. Немесе соңын жағын қысқартқыңыз келсе, осылай тартып қысқартасыз. Ортасын кез келген жерін қысқартатын болсаңыз, разделитті басып, екі шетінен белгілеп аласыз да, ортасынан удалить етіп аласыз. Егер сіз байқаусызда удалить етіп алсаңыз, стрелканы басып тұрып, қайттан орнына әкеліп аласыз. Осылай видеоңызды дайындап алып болғаннан кейін скорсқа кіресіз. Скорсқа кіргеннен кейін сізге нормальная, кривая деп екі несі тұрады. Осы нормальная кіріп, бірден төмен қарай бассаңыз, жай қозғалады, жоғары көтерсеңіз, тез қозғалатын болады. Мен видеоның звугын басып жасап жатырмын. Кейін сіздерге көрсететін боламын, звукты қалай монтаждау керектігін. Осы кривая кіргеннен кейін монтажға кіресіз. Үчкан үстін басып тұр. Осы қара домалақтарды бүйтіп төмен қарай немесе мынаны бүйтіп жоғары көтерсеңіз, тез қозғалады. Сіз видеоңызға қарай реттеп аласыз. Төмен қойып, жоғары қойып, өзіңіздің ыңғайына келтіріп. Немесе қара ритмдер келмей жатса, добавить ритм деп аласыз. Қара тошка артық болып тұрса, удалить етіп алып соңызда болады. Скорсыңыз дайын болды. Немесе видео қосқыңыз келсе, плюсті басасыз, видеоны таңдайсыз, добавить деп. Фото қосқыңыз келсе де, осы плюсті басып, қайттан фотоны қосуыңызға да болады. Осылай видеоңызды монтаждап, қосып алып болғаннан кейін сохранить етіп аламыз.